Саламатсыздар, іс жүзінде бағдарламасының ұжымы аптаның негізгі жаңалықтарын ақыл таразысына салады. Елімізге сырттан келетін сапасыз қауіпті тауарларды жеткізу қысқартылды. Мәселен, күмәнді құрылыс материалдары, екінші класты қытайлық жүк көліктерін әкелуге шектеу қойылды. Нәтижесінде отандық өндірушілердің өніміне сұраныс артатыны анық. Бұл туралы Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев мәлімдеді. Осындай күмәнді импорттың санын азайту үшін сырттан келетін барлық өнімдерді тексеруге мүмкіндік беретін тергеу түріндегі функция беру жоспарлануда. Дегенмен сапасысын көтермейтін отандық өнімдер де жоқ емес. Оларды бақылау үшін қандай шаралар қолданылады? Тілшіміз жалғастырады. Жақында Қонаев қаласында сүт өнімдерінен қауіпті қышқылдар анықталған. Дүкеннен алынған айранның құрамында каприл қышқылы белгіленген нормада жоғары болып шықты. Яғни бұл оның жасанды немесе сұйытылғанның белгісі. Жалпы биыл ел көлемінде 1423 өнім бойынша зерттеу жасалып, 978 түрлі бұзушылықтар әшкереленді. Оның ішінде тампола бөлігінде 814 бұзушылық, сонымен қатар санитариялық бұзушылықтар ол 164 өнім түрі бұзушылықтар анықталды. Биыл осында ережеге бағынбаған 224 кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 43 түрлі өнім ел аумағында саудалануға тыйым салынды. Сырттан әкелетін тамақ өнімдерінің сынамалары іріктеліп алынды. Олар бойынша бұзушылықтар анықталды. 968 сәйкестік сертификатының күші жойылды. 8 өткізу пунктінде жұмыртқа бидай әкелуге тыйым салынды. Әлемдегі кәсіпкерлік қызмет түрлерінің 70%-дан астамы сапа инфрақұрылымымен байланысқан. Сол себепті мемлекеттік органдар мен жоғары оқу орындарындағы ғылыми зерттеу зертханаларының әлеуетін пайдалану маңызды. Бұның бәрі тауардың қауіпсіздігін тексеретін сынақ базасын құруға жол ашады деді үкімет басшысы. Олардың жұмысы әлемдік стандарттарға сай келетін сапалы өнім өндіруге, сыртқы нарықтарға шығуға жәрдемдесуге тиіс. Сондай-ақ өнімдері тиісті стандарттарға сай келуіне бизнестің өзі де мүдделі болу керек екенін атап өтемін. Келер жылдың соңына дейін қазақстандықтар өнім туралы барлық ақпаратты смартфон мен штрих-код арқылы алады. Бұның бәрі биыл іске қосылған техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі арқылы мүмкін болады. Дегенмен 100-ден астам процесті біріктіретін платформаның кейбір функционалы толық жетілдірілмеген. Осы ретте Олжас Бектенов Сауда министрлігіне бірқатар міндеттер жүктеді. Біз азаматтарымызды жалған және қауіпті өнімдерден қорғауға тиіспіз. Сондықтан мемлекеттің реттеушілік функцияларын тиімді күшейтетін және бизнестің жауапкершілігін арттыратын кез жетті. Осыған байланысты айтылған ұсыныстарды қолдаймын. Олар заңнамалық деңгейде де іске асырылуға тиіс. Сауда министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен және бизнес қоғамдастықпен бірлесіп тиісті түзетулерді жедел түрде пысықтасын. Сәйкес келмейтін өнімдерді жою мақсатында бақылау сатып алу атты механизм биыл артықшылығын көрсетті. Соның негізінде кабельді, цементті, мотор майларын және тағы басқа сапасыз өнімдердің көлеңкелі саудасы тыйылды. Енді үкімет сырттан келетін тауарларды тексеруге мүмкіндік беретін тергеу функциясын енгізуді жоспарлап отыр. Мерей Байет, Данияр Сұлтанұлы, іс жүзінде. Мектеп асханаларында тамақ сапасын арттыруда өзекті мәселелердің бірі. Елімізде сарапшылардың көмегімен бірыңғай тамақтану стандарты әзірленіп, жыл соңына дейін қабылдануы тиіс. Бұл асханалар жоқ мектептерге қатысты жаңашылдық. Елімізде мұндай 403 мектеп бар. Ал дайын асханасы бар білім ордаларының тамағы қандай? Бағдат Бектұрғанқызы зерттеп көрді. Тамырлар сақталуы бұзылған. Біздің балалар қараңыз, мынандай қоймада, мусорда балаларымыз тамақтар сақталып тұрды. Еліміздегі мектептердің біріне жүргізілген тексеріс барысында анықталған жағдай бұл. Асханадағы өнімдерді сақтау мерзімі бұзылған. Тамақты әзірлеу кезіндегі тиісті талаптар да сақталмаған. Әділдік және өркендеу қоғамдық қорының белсенділері ата-аналар арасында әлеуметтік сауалнамада жүргізген. Бұл сауалнамаға еліміздің әр өңірінен 10 мыңнан астам ата-ана қатысты. 22%-тен астам ата-ана мектепте берілетін астың көлеміне, яғни порциясына қанағаттанбайды. Осал топтағы отбасылардың балалары мектепте тегін ыстық тамақпен қамтылған. Ресми дерек бойынша олардың саны 1.700.000 бала. Бірақ асханадағы тірлік оңалар емес. Бұл саладағы көп мәселе үкімет отырысында қаралды. Мен барлық мектеп асханаларына санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі тұрғысынан мониторинг жүргізуді, сондай-ақ персоналдың жұмыс істеуге рұқсаты бар жоғын
жарамдылық мерзімдері мен тамақ өнімдерін сақтау шарттарының сақталуын тексеруді тапсырған болатынмын. Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан тапсырманы орындау созылып кетті. Еліміздегі 403 мектепте әлі күнге асхана жоқ. Ең сорақысы жыл басынан бері оқушылардың мектеп асханасындағы тамақтанулануына қатысты 12 қылмыстық іс қозғалған. Жамбыл, Маңғыстау, Алматы, Атырау облыстары мен Шымкент қаласында тамақтандыруды ұйымдастыру өз деңгейінде емес. Республикалық мониторинг қорытындылары мектептегі тамақтандырудың ұйымдастырылу сапасына қатысты сұрақтардың туындауы жергілікті атқарушы органдар тарапынан әлі де болса бақылаудың жеткіліксіздігін көрсетіп отыр. Мониторинг жұмысының барысында 771 бұзушылық анықталған атап өткім келеді. Үкімет басшысы жыл соңына дейін тамақтану стандартын жаңартуды тапсырды. Бұдан былай аспаздарға талап күшейеді және мектептегі тамақтандыруға өнім жеткізушілерді іріктеу кезінде талаптарды бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бағдат Бектұрғанқызы, Айнұр Қуат, іс жүзінде. Бұдан бұлай субсидия алу мен жеңілдіктерді пайдалану тетіктері фермерлер үшін барынша қарапайым және түсінікті болады. Бұл мемлекеттік қолдау шараларын алудың ашықтығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ шаруалар жыл аяғына дейін өтінім беріп, көктемгі егіс жұмыстарына мемлекеттен жеңілдетілген несиеге ертерек қол жеткізе алады. Президенттің агрофорумда берген тапсырмалары үкіметте де жіті талқыланды. Толығырақ тілшіміз Данияр Сұлтанұлы тарқатады. Солтүстік Қазақстан облысының диқандары биыл 2200-ге жуық ауыл шаруашылығы техникасымен толығып, машина тракторлы паркты 6,1% жаңартты. Ғабдол Ғапар Бәри 400 миллион теңгеге жаңа комбайн, тұқым сепкіш, тырма, дестелегіш, қопсытқыш, шөп жинау техникаларын сатып алды. Шығынның бір бөлігі субсидия ретінде қайтарылды. Кластың алатын себебіміз оның жиналуы осы Қазақстанда, біздің Петропавл қаласында, сондықтан оған мемлекет тарапынан 30% субсидия беріледі. Енді мүмкіндіктер жағынан қарайтын болсақ, бұл таза алады, автоматизированный, сапасы жақсы. Биыл ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға бөлінетін жеңілдікті қаржыландыру көлемі 120 миллиард теңгеге жетті. Несиелеу тетігі есебінен 2000-нан астам фермер техника паркын жаңартты. Келер жылы бұл соманы 200 миллиард теңгеге жеткізу міндеті тұр. Техниканы жыл сайын 8-10% деңгейінде жаңартып отыру үшін жеңілдетілген лизингтік қаржыландыру көлемін ұлғайтып қана қоймай, құрастыру зауыттарында өндірісті легализациялау деңгейін арттыру қажет. Бұл өнеркәсіп ауыл шаруашылығы министрліктері мен бәйтерек холдингінің міндеті. 2025 жылы көктемгі егіс пен орақ науқаны 700 миллиард теңгеге қаржыландырылады. Аграрлық несие корпорациясы 29 қарашадан өтінімдерді қабылдауды бастайды. Қазірдің өзінде 500-ден аса ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіден өтінімдер келіп түсті. Қаражат фермерге де екінші деңгейінде банктер, кредиттік серіктестер, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялық және аграрлық несие корпорация арқылы қолжетімді болады. Үкімет басшысы тиісті электрондық платформаларды іске қосуды жеделдетуді тапсырды. Яғни субсидия алу мен жеңілдіктерді пайдалану алгоритмдері фермерлер үшін барынша қарапайым және түсінікті болуы шарт. Бұл мемлекеттік қолдау шараларын алудың ашықтығын қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылығы саласындағы есепке алу мен бақылаудың ашықтығын қамтамасыз ету үшін цифрландыру және автоматтандыру процестерін жеделдету қажет. Бұл бізге бұрмалаулар мен субсидиялар туралы мәліметтерді ретке келтіріп қана қоймай, қаржы ағындарын дұрыс болжауға мүмкіндік береді. Азық-түлік корпорациясы фермерлерден 1,2 миллион тонна астық сатып алады. Үкімет резервінен 10 миллиард теңге бөлу есебінен 150 мың тонна өнімді нарық бағасымен алу жоспарланған. Данияр Сұлтанұлы, Айдарбек Айтмұхамбетұлы, іс жүзінде. Еліміздегі ірі кәсіпорындардың түйткілдері енді ғалымдардың көмегімен шешіледі. Осылайша президенттің ғылым мен бизнесті ұштастыру керек деген тапсырмасына сәйкес елімізде 113 ғылыми техникалық жоба қаржыландырылатын болды. Еліміздің 200-дей ғалымы тау-кен металлургия саласының алпауыт кәсіпорындарына барып, ондағы мәселелерді өз көзімен көріп, түйткілдерінің шешімдерін ұсынған. Бұл жобалар туралы толығырақ ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитеті төрағасының орынбасары Жайық Тоқтаровпен сұхбаттасқан едік. Сәлеметсіз бе, Жайық Хамитұлы, хабарымызға қош келдіңіз. Президенттің ғылым мен бизнесті ұштастыру тапсырмасының аясында елімізде 113 жоба қаржыландырылатын болды. Бұл қандай жобалар және бұдан қандай нәтиже күтіп отырсыздар? Қош көрдік.
рахмет сұрағыңызға. Еліміздің қазіргі экономиканың дамуына деген үлкен үлес қосатын айрықша жаңағы ғылыми техникалық бағдарламаларға, ғылыми техникалық тапсырмалар жинақтадық. Бұл негізгі жұмысшы топпен қазіргі таңда биыл 1 шілдеде қабылданған жаңа заңның аясындағы ұлттық ғылым академиясының сараптауымен қоса өткізілген ғылыми техникалық тапсырмалар. Бұл жерде 7 негізгі басым бағыт бойынша бұл экология, озық өндіріс, ауыл шаруашылық мәселелері, ұлттық қауіпсіздік және де денсаулық сақтау саласына байланысты барлық, сонымен қатар еліміздің зияткерлік әлеуетін дамыту мақсатындағы жүзеге асырылатын бұлар бағдарламалар болады. Бұл бағдарламалар қазіргі таңда бекіді жоғары ғылыми техникалық комиссияның шешімі бойынша. Енді ары қарай негізгі алгоритм бойынша деп айтамыз, конкурс арқылы жүзеге асырылып, 25-27 жылдар арасында осы еліміздің ғылыми әлеуетін көтеру мақсатында зерттеу жұмыстары жүргізілетін болады. Енді бұл жобалардан қандай экономикалық әсер күтіп отырсыздар? Мәселен, бір жобаны мысалға келтіріп көрсеңіз болады. Қазір рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде мұндай дүние қазіргі таңда берілген тапсырмаға сәйкес негізгі өндірістегі мәселелерді шешу, яғни тікелей біздің еліміздің экономикасына әсер ету болып табылғандықтан біз осы жылы үлкен ғылыми инновациялық хакатондарды ұйымдастырдық. Бұл дегеніміз, яғни әр салада, яғни мысалға бір келтіріп өтетін болсақ, Жезқазған қаласында Қазақмыс корпорациясымен бірге үлкен хакатон өткіздік. Ол жердегі Қазақмыстың мына өздерінің өнеркәсібінде шешілмей жатқан мәселелерін біздің ғылыммен айналысып жүрген, яғни мына халықаралық деңгейлерде үлкен мына индекстелетін журналдарда мақалалары шығып жатқан сол саланың мамандарын жинау арқылы сол ғалымдар сол өнеркәсіптің ішіне барып, сол өнеркәсіптегі мәселелерді өз көздерімен көріп, 2 күнге, 3 күнге созылған осындай пікірталас аясында негізгі сол Қазақмыс корпорациясының мәселесін шешуге бағытталған қазіргі таңда 4 ғылыми жобаны жаңағындай қарастырды. Тура сол сияқты сонымен қатар Павлодар қаласының алюминий заводының базасында RG жаңағы компаниясы арқылы да осындай хакатондар жүзеге асырылды. Казатомпром жаңағы ұйымының үлкен сондай мәселелерін шешу барысында Қызылорда қаласында тағы да бір хакатон жүзеге асырылды. Ал агроөнеркәсіп кешенін дамыту тұрғысынан қандай жобалар жүзеге асырылмақшы? Қазіргі таңда жаңа сөзімнің басында айттым, осы ғылыми басым бағыттар еліміздің ғылымын дамытуға. Бұл жерде аграрлық ғылым арқылы бір өзі ерекше жаңғыз бір бөлек басым бағыт отыр. Бұл жерге әрқашан жыл сайын 3 жылға берілген қаражат аясында бөлінеді қаражат. Оның негізгі мәселелері қазіргі мал ауруларын және де осы жаңағы неге байланысты, ауыл шаруашылығына байланысты, жерді өңдеу, тағы бір жиыны 10 шақты 6 мен 10-ның арасында үлкен ғылыми техникалық тапсырмалар қазір ауыл шаруашылық мәселесі бойынша дайындалды. Бұл жерде бір тағы да айта кететін мәселе, біз бұл мәселені ғылым және жоғары білім саласының тарапынан ауыл шаруашылық мәселелерін шешу үшін қаржыландырып жатырмыз. Сонымен қатар ауыл шаруашылық министрлігі тарапынан да өз жаңағы мәселелеріне бағытталған қаражат аясында да қазіргі таңда гранттық қаржыландыру аясында, бағдарламалық нысаналы қаржыландыру аясында біраз қаражат бөлініп, негізгі мәселелер қазіргі таңда жұмысын бастап кетті десем, артық айтпағандығым. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Хабарымызға келгеніңізге көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Біз осы тұстан тізгін тарттық. Іс жүзінде бағдарламасының ұжымы аптаны осылай қорытындылады. Сау болыңыздар.